Бәріміз көрдік қой. Бұл түсінбеймін, қалай келіп мынаяққа дым болмағанда күліп отырды да, жаңа ғана. Бір арасында Нұржан әңгіме айтқан кезде қайттан түріп жиналып отырды да, қайттан күледі. Ақерке, сенде бәрі дұрыс қой, жоқ андай қарап отырып бір түрлі болады екенсің, өзің алдындағы адам то өзіне өзі күледі, то бүйтіп түрін серьезно ұстайды да, мен соны түсінбей жатырмын. Және де екеуіне бір сұрағым, адам ұрса беріп те бір-біріне көңіл қалып кетеді ғой. Негізі ұрысқан, жаңа айтып жатыр ғой енді, махаббат деген осындай деп. Мен олай көрмеймін махаббат дегенді. Махаббат деген екі адам бірін-бірін түсінісуі деген сияқты ғой, бір-бірін поддержка беріп жүруі. Ал бұлар постоянно ұрысып алады да, Ақерке айтарын айтып алады, бірақ Нұржанға басқа біреу бірдеңе деп сөйлесе, ол нәрсе ұнамайды. Ақерке жыныстайды, басқа біреу Нұржанға жаман нәрсе айтса, бірақ өзі айтып жатса, ол это нормально да. Мен сол екеуінің сұрағым, көңілдерін қалып кетпеді ма бір-бірінен? Жоқ, анандай ғой, кез келген нәрсенің екі ұшы бар да. Мысалы, қыздар болса, бір қыз ұзын болса, сен мысалы кішкентайсың, сол сияқты да ара қатынасында әртүрлісі бар. Мысалы, сендердікі дені сау ара қатынас, біздікі дені сау емес ара қатынас. Біз бір-бірімізді осылай жақсы көреміз. Бұл жерде Нұржан сондай нәрсе да, одан кейін енді дұрыс айтып жатсың, көңіл қалып кетеді негізі әр ұрыста. Омен жұмыс істеп жатырмыз біз. Каждый ұрыста да мен айтам бұған. Қазір бірдеңе айтылып, бірдеңе артық айтылып кетсе, ертең ол жүректе қалып кетеді ғой деп қана қойып жатырмыз. Бірақ бұрынғыдай жиі ұрысу деген қазір сәл азайып жатыр. Өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар, сыртта қалай жүретінімізді.